Мені танымай қалдыңыз ба? Неге үндемейсіз, апа? Анасы тіл қатпады. Есіктің алдында тұрған орнынан қозғалар емес. Сізді көргенегелі 10 жылдан асыпты. Сіз кеткенде мен 7 жаста едім ғой. Анасы Бәтима үндемеді. Көп нәрсе өзгерді. Әкем екінші рет үйленді. Мен сіздің қызыңыз Әлиямын ғой. Апа, неге үндемейсіз? Бірдеңе десеңізші. Анасы бұл жолы да үнсіз қалды. Босағада тұрғаныңыз қалай? Төрге шығыңыз, апа. Қазір әкем келіп қалар. Сізді көрсе қатты қуанатын шығар. Әлия анасының қолын алып төрге шығаруға тырысып еді. Екі иығынан ауыр нәрсе бастырып тастағандай қозғалар емес. Бірнеше адым жер болғанымен анасымен арасы алыстау екені көрінді. Ал шешесі босағада орнынан қозғалар емес. Сіздің келгеніңіз жақсы болды, апа, дейді қыз. Өгей шешемнің қорлығынан шыдай алмай, сізді жылап шақырғанымда естіп келген екенсіз ғой. Сіз кеткеннен соң, жарты жылдан соң әкем үйленді. Есімі Гүлбаршын. Жүзінде жылуы жоқ, көздері бадырайған, бойшаң қара торы әйел. Көрсеңіз, сізге де мүлдем ұнамас еді. Алыс туыстарымыз, сүйек жаңғыртамыз деп, оның үстіне маған қарайласады. Ер адамға қыз балаға қарау қиын деп сол Гүлбаршанды алып берген болатын. Келе салысымен сіздің бүкіл заттарыңызды отқа жақты. Тиме апамның заттарына дегеніме пысқырып қарамады да. Анасының қайтқанына 10 жылдан асты. Әлия 17 жасқа толды. Көрсе, кісі қызғатындай аппақ жүзді, бойшаң реңді қыз болып өсті. Осы 10 жыл уақыттың ішінде өгей шешесінен талай қорлықты да көрді. Гүлбаршынның еш себепсіз кезекті айғайынан соң Әлия үндемей қалмады. Екеуі қатты ұрысты. Ақмақ жетім, сен кімге керексің енді? Шешең жоқ, қиялға берілмей үйдің жұмыстарын тындырсаң етті. 100 жыл күтсең де келмейтін анаң деп кекетті. Күтемін деді. 100 жыл емес, 1000 жыл күтемін деді. Ызаға булығып, өксікке тола үйден атып шығыпты. Қораның артына барып, еңіреп айқайлап жыладым. Қайдасыз, апа, деп бар даусымен айқайладым. Қанша уақыт қорада отырғанымды білмеймін. Үйге келген бетім осы. Сіз келіп қалыпсыз. Гүлбаршын көрші әйелге кеткен болу керек. Екеуі өсек соққанды жақсы көреді. Ол сізді көрсе не дер екен? Кісімісіп осы үйдің қожайындай сезінуші еді өзін. Енді сіз оны осы үйден қуып шығасыз. Анасы үндемеді. Қызының сөзін тыңдаған бойы босағада тұр. Неге үндемейсіз, апа? Деп қызы жылап жіберді. Анасы есіктен шығып, көшеге қарай бет алды. Ауылдың ортасынан тарма-тар соқпақ жол өтеді. Сол жолдың бойымен ақ түйеге мінген анасы кетіп барады. Артына бұрылып та қарар емес. Қызын жалғыз тастап кетіп барады. Апа, апа деп артынан Әлия қуып келеді. Жылап, өңешін жырта жаздай айқайлап шыққан қызының ащы даусына аяулы анасы бұрылар емес. Қыз өз даусынан өзі шошып оянды. Кәдімгі қора, кеш қарайып, мал өрістен келетін уақыт болып қалыпты. Шынымен түсінбе, деді де өз-өзіне, анам маған келмеді ме, маған тіл қатпады ма? Ал шындығында Әлия анасы Бәтимаға Гүлбаршынның өгейлікпен істеген істерін айтқанда, Бәтиманың сай-сүйегі сырқырап еді. Қаншама жұбату сөздерін айтқанда болатын. Бірақ өлген адамның көзінен ешқашан жас шықпайды. Өлгендердің сөзін тірілер естімейді. Әлия болса, шешем түсімде де тіл қатпады деп қапалы.